Ассалаумағалейкум, құрметті таным арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге мен әдеттегідей Нәби Марат. Құрметті достар, таным арнасы сіздер үшін дастан ұстазымызбен болған жаңа айдарымызды бастады. Құрметті достар, жалпы бұл сұхбатымызда көркем мінез дегеніміз не, жалпы көркем мінездің исламдағы орны қандай деген сұрақтарға жауап бере отыра сіздер үшін керемет сый-сияпаттарымызды дайындадық. Бұл сыйлықтарды алу үшін өзіңізге осы сұхбаттан ұнаған 4 пайдалы ақпараттарыңызды пікірге қалдырсаңыздар, және құрметті достар, бұл сұхбатымыздың сілтемесін достарыңызға таратсаңыздар болғаны. Құрметті достар, арнаға тіркеліңіздер, өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті таным арнасының тұрақты көрермендері. Біз сіздермен жаңа айдарымыз бастап жатырмыз, және сол айдарымызға әдеттегідей бізге көмек беретін және біз тыңдаудан жалықпайтын дастан ұстазымызбен жақсы бір сұхбат жасағымыз келіп отыр. Енді әуелгі тақырыптарымыздың бірі бұл жаңа айдары болғандықтан көркем мінез жайлы болмақ. Алғашқы тақырыбымыз. Жалпы осы тұрғыда дастан ұстазымызбен талқылап көрсек. Енді ұстаз, алғашқы сұрақтарымыздың бірі, қазір қоғамда енді көркем мінезді әркім әртүрлі түсінеді, өзінше қабылдайды. Жалпы көркем мінез дегеніміз не? Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Әуелі көркем мінез туралы айтатын болсақ, бұл енді Құранның басты принциптерінің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінде көптеп болса көркем мінезге үгіттейді. Бірақ енді оның анықтамасы не, ол көркем мінезге не жатады деген кезде ғалымдар әртүрлі көзқарастар айтқан. Енді бірқатар ғалымдар көркем мінез деген ол жұмсақтық, ол қол ашықтық, ол кешірімділік десе, енді бір ғалымдар ол бәзлул маруф, яғни адамдарға жақсылық жасау. Енді әртүрлі кең кездесетін, яғни исламда өте жоғары бағаланатын мінездердің топтастырып анықтамасын берген еді. Бірақ біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінен білеміз, уахалиқин наса бихулуқин хасан деп, Муаз деген немесе Абу Зарға деп келеді, сахабаға айтқан өсиетінде адамдардың барлығына көркем мінезді бол дейді ғой. Енді адамдардың арасында қай қасиет, қай мінез жақсы деп бағаланса, исламда да өзі үгіттейтін сол ғой. Құранның да, хадистің де насихаттайтын сол көркем мінездер. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Көбіне енді біз көркем мінезді үгіттеп насихаттаған кезде адамдар енді сонда үндемей жүруіміз керек па, немесе сонда бәрі басымызға шығатындай бір жұмсақ болуымыз керек па деген сияқты енді бір крайность дейміз ғой, бір шет жағын айтып жатады да. Бірақ бұл жердегі ескеретін маңызды бір мәселе, көркем мінез турасында орта жолды, yani жалпы барлық нәрседе исламда орта жолды ұсынады ғой. Уаказалика жаалнакум умматан васата дейді Құранда. Біз сендерді осылайша орта үмбет қылдық деп. Яғни құлшылық ғибадатта орта жолды ұстанатынымыз сияқты, біз осы көркем мінезде де ортасын ұстанамыз. Ол қалай деген кезде, мысалға адам тым жаңағы батыр болам деп жаңағы ақкөз дейді ғой, ештеңені ойламай, ақырын ойламай бірден кірісіп кететіндер болады ғой. Ондай да болмайды. Немесе ол мінезімнен арылам деп қорқақ та болып қалмайды, ортасын ұстанып, бұл батыл болады да. Сол сияқты мысалға мен жомарттық жасайым деп шамадан асып, ол ысырапқа да кетіп қалмайды, ысырапшылдыққа. Сол сияқты мен үнемдеймін деп шектен шығып сараңдыққа да бой ұрмайды да. Ол соның ортасын ұстанып жүріп жомарт болады. Жаңа беретін жерінде береді, ұстайтын жерінде ұстайды. Міне осы мінез жағында осы егер қалай айтсақ ескерілсе, осыған мән берсе, жаңағы айтқандай сонда не адамдардың бәрін басымызға шығарып аламыз, ондай болмайды. Адам жұмсақ болу керек, адам кішіпейіл болу керек, бірақ сонымен қатар өзінің жаңағы ар намысын, абыройын қорғау керек. Сондай нәрсе ғой. Көбісі осыны ойламайды да, сосын сонда андай ма, мындай ма деп жаңағы артық сұрақтар болып жатады. Ал жалпы көркем мінез деген адамның бойында қандай жақсы қасиет бар, қандай жақсы мінез бар, соның барлығын жиынтығы ғой. Соны біз жинап алып келіп бір сөзбен көркем мінез деп айтамыз. Міне Құранда да осыны насихаттайды, хадисте де осыны насихаттайды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен осы көркем мінездерді кемеліне келтіру үшін жіберілдім деген. Яғни менің пайғамбар болып келуімдегі мақсатым
осы адамдардың арасындағы көркем мінездерді дамыту, соны жоғары бір деңгейге шығару деп айтқанда. енді миссиям деп айтқан ғой. Иә. Аха. Енді сіз көркем мінез тұрғысында біршама түсініктемелерді айтып жатырсыз, шарғи мәселелерді де қозғап кеттік. Енді исламдағы көркем мінездің орны қандай? Расында да бұл көркем мінез дегенде біз мысалға жалпы қоғамда кімдерді бағалап, кімдерді құрметтейміз, ол сондай жаңағы мінезі жақсы, сондай жайдарлы, кең, артық сөз жоқ деген сияқты. Енді жалпы өзімізде кейбір жетіспей жүрген, кейбір жоқ қасиеттер оның бойында бар болса, немесе нағыз міне адами қасиеттерді бойына жинаған адам деп құрметтейміз ғой. Ол адамның санасында бар нәрсе да. Бірақ бұл қасиеттер, жаңағы адамның бойында жақсы қасиеттер жатырмыз ғой, ол әшейін бір қосымша амалға жатпайды исламда. Қалай айтсақ, мысалы көркем мінезді болса жақсы, болмаса ештеңе етпейді деген мағынадағы бір маңызды рөл атқармайтын құлшылық емес бұл. Бұл біріншіден құлшылық, көркем мінез, амал, ол ғибадат. Екіншіден оның өте маңызы жоғары. Сондықтан да жаңағы мауадут тараф деп келеді кітаптарда. Ол бір әшейін адамның сәнін келтіретін, адамның көркіне көрік қосатын бір іс емес деп айтады да мінез ғалымдары. Бұл кәдімгі талап етілетін, оның иманымен, ғибадатымен, ақиретімен тікелей байланысты амал. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп хадистерінде айтады ғой, пәленше жәннатқа кірмейді, осындай адам жұмаққа кірмейді, мынандай адам тозаққа барады деп айтқан хадистерінің көбісін қарап келсек, барлығы дерлігі мінезбен байланысты. Мысалы бәріміз айтып жүрген, күнде уағыздарда естіп жүрген әйгілі хадис бар, сахабалар сұрап келеді, бір әйел кісі бар, сондай түнімен намаз оқиды, бұл жерде кәдімгі біз оқып жүрген құптан емес қой, тахаджуд, өзінің еркімен тұрып күні бойы ораза ұстайды, рамазанда ғана емес, басқа кездерде де ораза ұстайды, көп садақа береді, қарасаң өте тақуа адам сипаттарды, бірақ оның тілі жаман, мінезі жаман дейді, көршілеріне, айналасындағы адамдарына кесірін тигізеді дейді. Қалай енді біреуді боқтайды, боралайды, екіншісін балағаттайды, үшіншісін жаңағы өсектейді, ананы ғайбаттайды, сөз тасиды деген сияқты ғой. Енді осы мінезі жаңағыдай жаман, шарт ете қалады ғой. Бұл қалай болды деп сахабалар сұрайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Енді амалдары мынадай, мінезі анадай деп. Сонда пайғамбар тозаққа барады дейді. Сол сияқты мысалға өсекші жәннатқа кірмейді, көршілерінің жаңағы көршілері зиян көретін адам, ол мұсылман емес, тіпті оны иманмен мысалы сипаттамайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қарасаңыздар, осындай мінезге байланысты амалдар үшін ол тозаққа барады, ол жәннатқа кірмейді деген сөздер айтқан. Демек бұл көркем мінездің маңыздылығы соншалықты оның ақиретімен байланысты да. Тіпті анау бір хадис бар ғой тағы да, кімде-кім Аллаға және ақирет күніне иман келтірген болса, соған шынайы сенетін болса, иланған болса, онда жақсы сөз айтсын, болмаса үндемесін дейді. Қараңыздар, жақсы сөз айту, үндемей отыру деген бәрі көркем мінез қасиеттер ғой. Оны немен байланыстырып тұр? Аллаға иман, ақиретке иманмен байланыстырып тұр. Демек адамның ақиретін шешетін, ақиреті үшін маңызды үлкен қасиеттердің, амалдарының бірі да бұл көркем мінез. Сондықтан бұған оңай жай әшейін қарауға да болмайды. Тіпті жаңа айттық қой, оны ғибадат деп. Ұстаздарымыз айтатын, мысалға адам, енді исламның 5 парызын алайық та, өмірінде бір рет кәлима айту керек. Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах десе, Алладан басқа құдай жоқ екеніне, Мұхаммед оның елшісі, яғни бізге жіберген пайғамбар екеніне куәлік етемін деп айтса, болды, мойнынан түсті. Мұсылман болды, өмірінде бір рет парыз да ол. Одан кейін намаз ол күніне 5 рет. Одан кейін ораза, Рамазан оразасы, ол жылына бір рет. Сосын зекет, ол малы болса онда да жылына бір рет, қажылық жағдайы болса онда да, ол да өміріне бір рет. Сонда күнделікті адамның атқаратын амалы ол намаз ғой дейді. Жақсы сөздеріміз айтады. Енді намаздың өзін жинап алып келейік, 24 сағаттың 1 сағатын алады ғой дейді. Қалған 23 сағатында адам қалай ғибадат жасайды? Ал Құранда Алла тағала мен сендерді құлшылық қылу үшін жараттым деп тұр ғой дейді. Сонда 1 сағат құлшылық үшін жаратты ма деп айтады ұстаздарымыз. Енді қалған уақытта ол осы көркем мінезімен ғибадат жасайды дейді. Адамға қылған жұмсақтығымен, біреудің жаңағы бір надан, сауатсыз біреудің жаңағы зиянына қылған сабырлығымен, жаңағы ағайын туысына қылған жомарттығымен, тағы басқа көркем мінездерімен, сол көркем мәмілесімен күні бойғы адамдармен жасаған, сол арқылы ғибадат жасайды дейді. Сондықтан да ол мысалға намазбен салыстырған кезде намаз 1 сағатты алса, сен тағы неше сағат ояу жүресің, 12 сағат ояу жүресің ба, мысалға 16 сағат,
сен қалған 16 сағатының бәрін толтыратын осы ғибадат дейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиямет күні амал таразысы құрылады ғой, жақсылық жамандық есептелген кезде сол жерде таразда сауап жағында, жақсылық жағында ең ауыр, ең салмақты болатын амал ол көркем мінез дейді. Өйткені күні бойы жасалатын амал да ол, жыл 12 ай жасалатын амал, оны кеудеден жан шыққанша жалғасатын амал. Міне осындай маңыздары бар, бірақ біз көбіне ескере бермейміз оны. Енді сіз исламдағы өзінше орын айтып жатырсыз, хадистерде кездескенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде енді адамдардың ең жақсы көркем мінезді болғандарын деп айтқан бір керемет сөз бар ғой. Енді иман мен көркем мінездің арасында қандай байланыс бар? Мінез құлық ілімдерін зерттейтін ғалымдар айтады, мұсылман ғалымдары, мінезі нашар адамның ол иманы әлсіз дейді. Яғни иманмен тікелей байланысты деп жатқан осы да. Сол сияқты бұл жерде мына ғибадаттың шынайылығына мысал бар да, екінші жағынан. Сенің оқып жатқан намазың, ұстап жатқан оразаң, тағы басқаларының қайсысы шынайы болып жатыр ма, жоқ па деген сұрақтың жауабын сенің мінезің көрсетеді дейді. Өйткені сол намаз саған бұйырып тұрған Алла, оразаны бұйырып тұрған Алла саған сол көркем мінезді бұйырып тұр ғой. Енді сен мысалға егер мен мына ғибадатты жасаймын, ол маған ыңғайлы немесе оңтайлы, ал мына ғибадат жасамаймын десең, ол сенің анау баяғы кәпірлерді сипаттады Құранда Алла Тағала. Сонда кітаптың кейбір жеріне иман келтіріп, кейбір жеріне иман келтірмейсіңдер ме деген сияқты Алланың бұйрығын талқылауға болып қалады ғой. Ал енді мысалға барлығын жаппай орындап жүрген адам, ол сол мінезі баға береді ғой. Түсіндіре алдым ба? Сен намазың дұрыстығына сенің жаңағы көркем мінезің баға береді. Мінезің қандай, сонымен намазың. Бағанағы әйелдің неге тозаққа барады деп айтты. Қанша түнімен оқыған намазы бар, күнімен ұстаған оразасы бар, садақасы бар. Неге ол тозаққа барады? Өйткені ол бағыт дұрыс емес, бағдар дұрыс емес оның. Ол мына жағын жөндеу керек еді ғой. Мына жөндемей жатыр. Көрдіңіз, сенің иманыңды өлшейтін көркем мінез, ғибадатыңды өлшейтін көркем мінез, қандай да бір жақсылық амалдарыңды өлшейтін, мынау рас немесе шынайы деп баға беретін ол көркем мінез да. Сол үшін біз иман мен көркем мінездің арасында үлкен байланыс бар деп айтамыз. Енді мынадай бір хадис бар. Усама деген сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келіп сұрайды: "Ей Алланың елшісі, Алланың құлдарының ішіндегі Аллаға ең жақыны кімдер?" дейді. Алла тағала ең қатты жақсы көретіні кімдер дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінезділер дейді. Қараңыздар. Және басқа бір риуаятта тағы бір сахаба сұрайды: "Ей Алланың елшісі, мынау адамға берілген жақсылықтардың ішіндегі ең жақсысы не?" Мал, дүние, бала, шаға, мансап көп қой енді. Соның ішіндегі денсаулық бар, басқасы бар. Ең жақсысы қайсы деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да көркем мінез деп жауап береді. Өйткені адам көркем мінезімен, өзінің сондай бір жақсы адамдармен жасаған қарым-қатынас мәмілесімен, ол түнімен ораза ұстаған, түнімен намаз оқыған, күнімен жаңағы ораза ұстаған адамның дәрежесіне жетеді дейді. Қараңыздар. Ол тіпті ғибадаты аз болса да деп келеді хадисте, мінезі көркем болса адамның, ғибадаты аз болса да, ол әйтеуір өзіне парыз етілген мөлшерді ғана орындап, ары қарай қосымша сүннет, нәпіл амалдармен шұғылданбаса да, мен бүгін дүйсенбі екен ғой, ораза ұстайыншы деген сияқты, немесе бір нәпіл садақа беріп қояйыншы деген сияқты өзін қосымша амалдарды өзіне жүктемесе де, ол мінезі көркем болса, ол соның өзімен ақ асып кетеді дейді. Бүкіл жаңағы ғибадат жасаған адамдардан. Көрдіңіз, мінездің ғибадатпен, иманмен, барлық нәрсемен байланысы. Тағы бір хадис бұны көрсететін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мысалы, ұят дегенде бір мінез ғой. Ұят пен иман бір-біріне байлаулы дейді. Егер біреу жоғалса, екіншісі де жоғалады. Мысалы, екі кілтті бір бауға тағып қойсаңыз, біреу үйдің кілті, біреу жұмыстың кілті деген сияқты. Біреу түсіп қалса, болды, екеуі де кетті ғой. Бірге байланып тұр ғой. Сол сияқты салыстырып тұр да, қараңыз. Ұят кетті ма, иман кетті дейді. Қараңыз. Ол адам имансыз деп тұр. Мінез кетті ма, ғибадат саналмайды деп жазып, бағана тозаққа барады деді ғой. Адам ғибадаты жоқ. Көрдіңіз ғой, осындай үлкен, тіпті амалдардың барлығының төбесінде шыңында тұр десек те болады да. Шыңында тұр дейтініміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз деген сахабаға айтып жатады ғой, исламда осындай жақсылық бар, осындай жақсылық бар, бәрін айтып келіп, соңында осының бәрін қамтитын бір жақсылық бар деген кезде, ол қайсысы деген кезде айтады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: тіліңе еге бол дейді. Үндемей жүру, жақсы сөз айту деген бәрі көркем мінез ғой сол. Сен көркем мінезбен ананың барлығын қамтисың дейді.
көрдіңіз ба, барлығының төбесінде тұрған және барлығын өлшеп тұрған, баға беріп тұрған ол көркем мінез болғаннан кейін біз осындай үлкен маңызды екенін тағы да қайталап айтамыз. Тамаша сөз. Жалпы өмірде бір гармонияда, байланыста, жаңағы орта жолда ұстанып жүрген дұрыс дейсіз ғой, жалпы еш жаққа бұрылып кетпей. Енді ұстаз, қазір ақпарат кеңістігі ашық, өзіміз әркімнің өзінше мүмкіндігі бар көруге. Жалпы енді мұсылман емес қоғамдарда бар ғой, мысалға біз көріп жатқан олардың мәдениеті, өздерінің ұстауы адекватты, бір-бірінің құндылықтарын бағалай білгендігі, мысалы көзбен көріп жатырмыз. Енді сондай мұсылман емес қоғамдарда да көркем мінез болуы мүмкін ғой, осыны қалай түсіндіресіз? Адам мінезге әртүрлі жолдармен жете алады. Иә, шынында да имансыз, мүлдем дінге сенбейтін, ақирет, алла дегенді мойындамайтын адамдардың ішінде өте мінезі көркем, сондай жаңағы сабырлы, жайдарлы адамдар кездесіп жатады. Бұл екіншіден басқа қырынан қарайтын болсақ, біз жаңа айтып отырмыз ғой, ғибадат деп. Бұл өз алдына мақсат емес та. Адам көркем мінезді болу өз алдына мақсат емес, ол ғибадат болған үшін мақсат. Мысалы айтайық, намаз да, оны дәл солай қимылын үйреніп алып басқа адамдар жасауы мүмкін. Денсаулыққа пайдалы екен, давлениені түсіреді екен, тағы деген сияқты жақтарын ойластырып, дәл намаздың қимылын жаттап алып істеуі мүмкін. Бірақ ол тек сол намаз жаттығуының оның дүниедегі пайдасын қана көреді. Шынымен оның давлениесі түсетін шығар, нормализация етілетін шығар кейбір нәрселер бойында, ол белі омыртқасына біраз жеріне пайда беретін шығар. Өз жаңа неде де айтады ғой, адам бірақ бүкіл мынау омыртқа сүйегі қимылдайтын, ол бірақ іс қимыл екен, ол намаздағы сәлем беру дейді. Ассалаумағалейкум, сәлем берген кезде екі жаққа сен бүкіл бел омыртқаң барлығы солаймен қимылдайды, қозғалады деп. Сол сияқты дүниедегі пайдаларын көреді, бірақ ол иман келтірген жоқ, оны ғибадат деп орындаған жоқ қой. Ал ақиретте еш нәрсе жоқ та. Иә, адам сол сияқты дүниеде бай болуы мүмкін, бірақ ақиретте еш нәрсе жоқ. Адам дүниеде бала шағасы көп, ұзақ өмір сүруі мүмкін, бірақ ақиретте ештеңе жоқ. Ал біз көркем мінез не үшін мақсат қылып қоямыз, не үшін оған жетуге тырысамыз? Өйткені Алланың әмірі. Оны Алла бұйырып жатыр. Оны біз ғибадат деп орындап жатырмыз да. Оның арқасында біз дүниеде жақсы өмір сүреміз. Егер сен көркем мінез болсаң, мен көркем мінез, бүкіл қоғам ізгі қоғамға айналса мысалға, жақсы емес па? Ешкім ешкімдікін ұрламайды, ешкім ешкімнің ақысын жемейді, ешкім ешкімді ренжітпейді, көңілін қалдырмайды, керемет болады ғой мысалға да. Жер бетіндегі жәннат болады ғой. Солайынша біз рахатын көреміз, және ақиретке барған кезде ол үшін мол сауабын алып, жәннатта тағы биік-биік дәрежелерде боламыз да. Ал жаңағы имансыз адамдардың, сондай имансыз қоғамдардың бұл нәрсеге жетуі мүмкін, бірақ ол тек дүниесін ғана жасайды онымен. Бірақ ақирет жоқ та. Көрдіңіз ба? Айырмашылық осы жерде. Тамаша, енді бізде двойной плюс дейсіз ғой. Иә, осы дүниемізде де ақыретімізде. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан ғой, мынау кәпір адам, енді кәпір деген сөзден қорқады, осы жерде айта кетейінші. Ол термин ғой. Мұсылман деген сияқты, қажы деген сияқты. Қажылыққа барып келген қажы дейсің. Ол діни терминология ғой ол жерде. Кәпір деп біз Құранға иман келтірмейтін адамды айтамыз. Болды. Ол кемсіту емес, сен жаңағы жексұрын, сорлы деген сияқты бір мағынада да қолданады ғой бізде. Фу деп жеркеніп, кәпір дейміз ғой мысалы біз Қызылорда облысында. Сол сияқты көруі мүмкін. Анау күн бір атеист, қазақша атеизм деген ба бірдеңе деген сияқты парақшада менің бір уағызым шығарып қойыпты. Міне мұсылмандар бізді кәпір деп айтады деп ренжіп жатыр да. Оны несі ренжисің? Ол термин. Иман келтірмейсің, кәпірсің. Екі жүздісің ба? Мысалы, бізге келіп өтірік мұсылман болып, өзің ортаңа барып кәпір болып жүрсің ба? Онда мұнафиқ дейді оны. Жәннат, тозақ, амал дәптер деген сияқты ол термин ғой ол. Оны несіне не қылады? Сол сияқты жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кәпірлер туралы айтады ғой. Ол дүниеде ғана жаңа айттық қой, жақсылықтардың барлығын. Енді ол адамда бойында бір жақсылық болады ғой, енді ол да әке-шешесіне мейірімі болады, ол да жаңағы бір ауырып жатқан туысқанына көмектеседі деген сияқты. Оны тек дүниеде ғана рахатын көреді дейді. Өйткені Алла әділ. Ешкімнің жаңағы есесін жеп қалмайды да. Оны дүниеде береді. Оны дүниеде денсаулық қылып көреді, басқасын көреді. Мұсылманның айырмашылығы дейді. Ол да дүниеде көреді. Мен қазір ата-анама жасаған жақсылығым берекесін, жақсылығын
өлгенше көріп кетемін. Барлығы сондай. Және оған қосымша ақыретті де алады да сауабын. Көрдіңіз бе? Мұсылманның жақсылығы екі дүниесін қамтиды. Сол сияқты ғой жаңағы көркем мінезге басқа да амалдарға жетіп жатсақ, біз дүниеде рахатын көреміз және ақыретте рахатын көреміз. Тамаша. Енді біздің қазақта да сөз бар ғой, керемет. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деген. Иә. Осы нәрсеге бәрі келеді. Қос тойың қабат болсын дейді ма? Екі дүниең абат болсын дейді ғой. Тамаша сөздер айтып кеткен ғой қазақ бабамыз. Енді ұстаз, жаңа белгілі бір деңгейде басқа қоғамдардың өзінің идеалдығын айтып жатырмыз. Енді жалпы мұсылман адам үшін бізге кімді үлгі тұтамыз? Құранда Алла тағала айтады, сендерге Алланың елшісінің бойында көркем өнеге бар дейді. Алланың елшісі деген пайғамбар да. Өмірде тұлғалар көп, идеалдар көп. Біз мысалы қазіргі заманда, бұрынғы өткен замандарда әр ұлттың, халықтың өзінің идеалдары бар. Соған қарап бой түзеп, соған еліктеп, сол сияқты болып, сол сияқты еліне, халқына еңбек сіңіріп, сөйткісі келетін адамдар бар. Бірақ адам кемшіліксіз емес қой. Адам пенде болғаннан кейін қателеседі, әркімнің өзінің күнә қателігі болады. Ал Алланың елшісі деген сөз, ол пайғамбар, Алла жіберіп тұр оны. Болды, оның бойында мін жоқ та. Оның істеген қай кезде істесең де сен, қалай істесең де сауап ала бересің да. Ана жаңағы хадис жазып, пайғамбар саллаллаху алейхи аузынан естіген, жазып жүрген сахаба сұрайды ғой. Алланың елшісі, мен сіздің аузыңыздан шыққан сөздерді жазып жүредім. Мына жақта біреулер айтып жатыр дейді. Басқа сахабалар айтқан ғой, енді ол да ашуланып айтады, кейде бірдеңені ренжіп айтады. Сен бәрін жаза берме, оның ұят болады деп айтқан ғой. Сосын мен ойланып қалдым дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Жәбір деген сахабаға, Алланың атымен ант етейін, менің аузымнан тек қана ақиқат шығады дейді, жаза бер дейді. Сол сияқты оның істеген ісінің бәрі шариғат қой. Оның істеген ісінің бәрі дін. Оны ислам деп алып жасай берсең болады, болды. Міне сондай бір тұлғаны жіберді да. Біз міне соны ең басты үлгі тұтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы көркем мінезде, өйткені усуатун хасана деп тұр, сендегі көркем үлгі бар деп тұр ғой. Соның мінезін алда өзіңе сіңіре бер, мінезін алда өзіңе сіңіре бер. Ал енді ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттаған сахабалар не дейді? Өте қарапайым еді. Құлдарша отырып тамақ жейтін еді. Тізесін бүгіп отырып тамақ жеу, о заманда құлдардың тамақ жеу әдісі ғой. Жүгіріп жүріп қызметтің арасында жүреді да, мысалы біз ана ет тасып сорпа тасып жүрген кезде, ана құдай тамақ берген кезде жүгіріп жүріп жаңағы кетіп барады, қолын жайып бүйтіп сөйтесің ғой батаға. Сол сияқты мысалы біреудің қызметінде, үйінде жүрген құл, ол жаңағы жантайып шалқайып отырып тамақ жейтін уақыты жоқ. Сондықтан арасында қызметінен босаған уақытта отыра қалып, енді ол кезде құлдық замандағы не ғой, әңгіме ғой. Отыра қалып тізесін бүгіп тезде жеп алып, сосын ары қарай жұмысын жасап кетеді ғой. Адамдар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөйтіп жеп отырғанын көрген кезде таңқалған ғой. Ей, құл сияқты жеп отырсыз ғой деп. Сонда пайғамбар мен Алланың құлы емеспін ба деп. Сонда өте қарапайым болған да. Оған кез келген Мәдинаның көшесіндегі бір құл күң қолынан ұстап тоқтатып бір нәрсе айтса, оны тыңдап тұрады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адамға соншалықты сый құрметі, ол былай мойнын бұрып қарамайтын еді дейді. Ол түгел денесімен бұрылып қарайтын еді дейді. Әрқайсысына мән беріп амандасқан кезде анау адам қолын жібермейінше пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жібермейтін еді дейді. Бір кірпияздық, тәкаппарлық сияқты көрініп қалуы мүмкін ғой. Сондықтан күтіп тұрады да, өзі жіберіп, ана адам сөйткеннен кейін барып жібереді. Анау әңгімесін айтып болып тоқтамайынша оның сөзін бөлмейтін еді. Өте қарапайым болған да пайғамбар. Сол сияқты өте ұялшақ болған, мысалға анау оң жақтағы отырған қыз дейді ғой бізде. Сол сияқты арабтарда шымылдық ішіне отырғызып қоятын болған, түкке шығып қалған қыздар. Сол шымылдықта отырған қыз сияқты ұялшақ еді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді. Мысалы оның әділдігі, оның жомарттығы, оның барлық көркем мінезі мына кітаптарда тұр да. Сондай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала бізге үлгі етіп жіберді. Міне біз соны үлгі тұтып, оның өмірін, шамайлын оқитынымыз содан да біздің. Соны оқып, соған қарап бой түзеп, сондай болғымыз келіп, өйткені көркем мінездің ең үлкен үлгісін көрсетіп кеткен сол кісі. Сен көркем мінездің үстіндесің дейді. Бүкіл адамдардың бойында болатын көркем мінезді жинаса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үстінде тұрды. Одан да жоғарыда. Құранның бағасы бұл, Алла тағаланың өзінің берген бағасы. Міне сондықтан біз үшін бұл мәселеде идеал ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Әрине одан кейін соның жолын жалғастырған сахабалар, ғалым, ғұламалар, әр ұлттың, халықтың өзінің жаңа тақуа тұлғалары бар ғой. Біздің де ақын ишандарымыз бар. Мысалға ой кезінде жаңа марал ишан өткен еді,
жүніс молда сөйткен еді дегенді мысалға естіп отқан кезде біз кәдімгідей осындай да тақуа жандар, осындай да абзал адамдар мына күні кешеге дейін өмір сүрген екен ғой, арамызда болған екен ғой деп мысалы таңқалып ғибрат алып жатамыз. Тамаша. Енді ұстаз, батысты айтып жатырмыз, белгілі бір өздерінің жасап жатқан әрекеттері бар. Біз өзіміздің пайғамбарымыздан, алланың оған игілігі мен сәлем болсын, сол кісіден біз өнеге үлгі алып, белгілі бір әрекеттер жасап жатырмыз ғой. Енді осындай амалдардан, іс әрекеттерден ада болған, яғни көркем мінезі жоқ адам қандай зияндарды өзіне келтіреді? Осы туралы айтып кетсеңіз. Көркем мінездің жоқтығы біріншіден жаңа біз айттық, иманның әлсіздігін көрсетеді, ғибадатының салмақсыздығын көрсетеді, және бұл адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан алыс болады, алладан да алыс болады. Зардағы осы. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қиямет күні маған ең жақындарың ахсанукум ахлақан дейді, мінезі көркем, ең көркемдерің дейді. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннатта болса, соның ең бірінші көршісі ол адамдардың ішіндегі мінезі ең көркем болады. Одан кейін мінезіне қарай жақын болады да. Ал ең алысы кім болады? Көркем мінезден ең алысы болады ғой. Сол сияқты алла тағала да өзіне жақын тартып, өзіне жақын тұтып, аллаға жақындық деген бұл жерде не мағына береді? Аллаға жақындық деген ешкім енді мысалға жақын болып, алламен туыс болып кетпейді. Құранда алла тағала айтты, оның арасында жаратылыстармен ешқандай туыстық, ондай қатынастар жоқ деді. Ол жаңағы тағы да басқа бір мәртебелерді алып кетпейді. Аллаға жақындық деген ол алла оған мейірімін төгеді, алла оған берекесін береді, алла оны кешіреді, алла оған махаббатын береді. Қандай алла тағаладан біз үміт ететін, күтетін жақсылық бар, алла тағала өзінің жақын құлдарына соны бірінші береді да. Сол үшін де аллаға жақындық солай түсіндіріледі. Енді көркем мінезді адам аллаға да жақын. Жаңа хадисте айттық, Усама деген сахабаның сұрағына пайғамбар аллаға ең сүйкімді, ең алланың қатты жақсы көретін құлдары кім деген кезде мінезі көркемдер деді. Біріншіден ол осындай жақсылықтардан қорғалады. Осындай аллаға жақындық, пайғамбарға жақындық деген жақсылықтардан қорғалады. Екіншіден, алла тағала бұны айттық қой, бізге өлшеуіш бір құрал ретінде берді деп көркем мінезді. Ол уайымдау керек адам. Мінезі бұзық па, ол иманына уайымдау керек. Ал баяғы сахабалар мен мұнафиқ емеспін ба деп қорықты ғой. Осы мен мұнафиқ емеспін ба? Иман деп жүрген мен иман емес шығар мүмкін деген уайымда болды да сахабалар. Ал мінезі бұзық адам одан да бетер уайымда болу керек. Осы мен оқып жүрген намаз ба өзі деген сияқты. Әрине, бірақ бұның да жаңа крайность дейміз ғой. Бұл да адамды сондай бір шайтанның уасуасына түсіріп, сен бәрібір мынау ғой істеп жүргенің, мінезің болса жаман, несіне оқып жүрсің, оқымай ақ қой сен, пайдасы жоқ, бәрібір деген амалға алып келмеу керек та. Өйткені шайтанның мақсаты сол, адамды ойына неше түрлі жаман нәрселерді салып, азғырып, оны ғибадатынан айырып тастауда. Шайтан адамдар өзі сияқты болғанын қалайды, өзімен бірге тозаққа кіргенін қалайды. Өйткені одан басқа ештеңе жоқ ода. Сол үшін уайым болсын дегенде де ол жаңа үмітсіздікке салынып, болды, енді мен намазым бекер екен, ұстап жүрген кешегі Рамазандағы бір ай оразам бекер екен деген ойға бармау керек әрине. Бірақ соны жақсартуға тырысу керек. Ол мынадай бір нәрсе ғой. Мысалға көп адам уайымдайды, осы қабыл болатын екен, қаяқтан білеміз, оның белгісі бар ма деген сұрақты бізге көп қояды. Мысалы кеше Рамазан оразасы қайдан білеміз оның қабыл болған болмағанын деп. Енді Хасан Басри деген ғалым айтады да, әр ғибадаттың өзінің мақсаты бар. Намаз не деді Құранда алла тағала? Арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Үлкен күнәлардан тыяды деді. Намаз оқып жүріп, мысалға бір жерде арақ ішіп шайып жүре алмайсың ғой, мысалға, клубта билеп, сен намазың ұстайды ғой ол нәрседен. Сол сияқты ораза адамның мінезін жақсартады деді. Айтты ғой, жаман сөзін, жаман ісін тастамаған адамның оразасы оның аш жүргенінен пайдасы жоқ деді. Жеке басына пайда жоқ одан деді. Ғибадат болып сауап әкелмейді ол деді. Қарасаңыз, анау намаз күнәдан тыятын болса, ораза мінезін тәрбиелейтін болса, енді Хасан Басри айтады, қандай бір ғибадатты қабыл болды ма, жоқ па деген сұрақ келсе, оның мақсаты орындалып жатыр ма, жоқ па, соған қара дейді. Алла тағала саған солай белгі беріп қойды, өлшеуіш өзіңе құралды қолыңа беріп қойды дейді. Намаз сені тыйып жатыр ма, үлкен күнәлардан, ашық арсыздықтардан тыйып жатыр ма? Онда қабыл болып жатыр. Тыймай жатыр ма? Онда қабыл болып жатқан жоқ. Ол намаз Аллаға керек емес. Кейбіреулердің намазын қиямет күні хадисте былай сипатталады, енді киілмейтін киім сияқты бүктейді де Алла тағала бетіне ұрады дейді. Қараңыз да.
тозығы жеткен киім сияқты бүктеп бүктеп бетіне ұрады дейді. Намазын айтып керек емес бұл намазды. Сонда сондай намаз болып жатыр ма, әлде қабыл болып жатыр ма дегеннің белгісі оның мінезін күнәдан тыйылуы екен. Ал оразасының енді барлық немесе жалпылама алып ғибадатталатын болсақ, оның қабыл болып жатқан, оны аллаға ұнап, ол ғибадат аллаға оны жақындатып жатқан білгісі келсе, оның өзінің мінезіне қарасын. Сөзім түзеліп жатыр ма, иманға келгелі, намазға жығылғалы, немесе құранға түскелі, мешітке барғалы менің сөзім түзеліп жатыр ма, мінезім жөнделіп жатыр ма, анау мынау ашушаңдық, сабырсыздық деген сияқты мінез, жаман мінездерім шамалы азайып кетіп жатыр ма, соны қарау керек. Жоқ, әлі бір орында тұр десе, онда қорқу керек. Бекерге белім ауырып, бекерге қарным ашып жүрген жоқ па деген сияқты. Көрдіңіз, сол үшін мінезі жаман адамның орындайтын бірінші нәрсесі ол иманы мен ғибадаты да. Мінез ол адамның бетіне шығып тұрған несі ғой, аурудың белгісі ғой. Көзің іссе бүйрегің деген сияқты бар ғой бізде, мысалға бетіңе бірдеңе шықса бауырың деген сияқты. Ол сондай бір белгі беріп тұрды, диагноз да, ол ана симптом дей ма, аурудың бір белгілері. Сондықтан ол жұмыс істеу керек иманмен, ғибадатпен. Жалпы өзгерісті өзімізден бастау керек дейсіз ғой. Енді ұстаз, осы кезде бір сұрақ туындайды да. Жалпы көркем мінез жоқ адамның отбасын мысалы қаншалықты сақтап қалды? Көркем мінез жоқ адам отбасына қалай әсерін тигізеді деп жатқан. Көркем мінез деген, қараңыз, ең бірінші ол қарым қатынаста көрінеді. Көркем мінез қарым қатынаста көрінеді. Мен мысалы бір өзім үйде отырып алып, немесе үйден шықпай, жеке бір жерде, үңгірде бір жерде өмір сүріп, мен көркем мінезді бола аламын. Ешкімге зияным жоқ, ешкім де жоқ қой айналамда. Ешкіммен сөйлеспейсің, ешкімді танымайсың, ешкімді өсектемейсің, ешкімді ғайбаттамайсың. Сенен көркем мінезі бар кім бар енді? Ал көркем мінездің көрінетін жері ол араласта. Сол үшін де жаңа хадисте айтты, адамдармен жақсы қарым қатынаста, көркем мінезде бол деді. Уже міне екеуміз сөйлестік, осы жерде көрінеді менің көркем мінезім. Үш адам болып араластық, сол жерде көрінеді көркем мінез. Ал енді ол отбасы деген, отбасы екі адамның сыналатын жері ғой. Алла тағала екеуінің басын қосты, бір-біріне жаңағы нәсіп қылды, сөйтіп ол Алланың жазуымен, өздерінің таңдауымен қосылды ғой. Енді осы жерде Алла тағала жаймен оған үстеріне қиындықтарды жіберіп тұрады. Бала туады, кішкене жетіспеушілік болады, тағы екеуінің екі түрлі мінезі болады. Сол кездерде мінез болмаса, отбасының ыдырауына не көп, қауіп көп. Ал көркем мінез болса, бір-біріне түсіністік болады, бір-біріне деген мейірім болады, кешірімділік болады, жұмсақтық болады. Өзі отбасындағы ең үлкен нәрсе жұмсақтық деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан ғой. Қайсы бір шаңыраққа Алла тағала жақсылық қаласа, ол шаңыраққа жұмсақтық нәсіп етеді дейді. Ал ол шаңырақтан жақсылықты алып кеткісі келсе, жұмсақтықты алып кетеді дейді. Қараңыз да, бірақ мінез шаңырақты ұстап тұратын діңгек сияқты екен ғой. Ол жұмсақтық екен. Отбасы мүшелерінің жұмсақтығы, сол үйдегі ер азаматтың жұмсақтығы, сол үйдегі әйел кісінің жұмсақтығы. Көрдіңіз ба? Сол қарап отырсаңыз, шаңырақты жалпы жұмсақтық ол бір мысал болуы да мүмкін ғой бұл жерде. Отбасын сақтап тұратын, ұстап тұратын, ол ана көркем мәміле ғой. Жақсы қарым қатынас. Ол сонымен ол бала өседі ол сосын. Екеуін көрген бала, мысалға, деп бір-бірімен жаңағы айқай шу, десем деп ұрыс керіске дайын тұратын ата-ананың үйінде қандай бала өседі? Дәл сондай ашушаң, сабырсыз, жаңағы мінезі бірден шатақ, шытынап кететін, шарт ете қалатын бала өседі. Ертең ол мектепке барса мектепке сыймайды, оқуға түссе оқуға сыймайды, жатақханаға жатқызсаң ол жерге сыймайды. Мінезінің нашарлығынан адам өмірде ең көп қиын көретін нәрсе нашар мінез ғой. Қарап отырсаңыз да, өзің мысалы адамдардан сұрасаң да болады, жұмыстан шығып кетуіне, тағы бірдеңеге жаңағы болмай қалуына, іске аспай кетуіне не себеп болды дегенде, сол мінез ғой, өзіміз мінезім ғой деп отырады мысалға. Сол мінездің кесірі ғой, сол қырсықтық, анау жаңағы көкбеттік деген сияқты өзінің мінезінен опық жеп отырған адамдар өте көп. Ал қайсысымен адам жаңағы ортаға не біліміңмен емес, мінезіңмен сыясың деген сөз бар ма? Адам ортаға сыйысуы, сыйлы болуы, басқа жақсылықтардың барлығы сол мінезден келеді. Сондықтан отбасында ол тек өзің ойламау керек. Ол отбасын сақтау бар, және ана бала тәрбиесі бар ғой. Баланы тәрбиелемей ақ қой, өзің тәрбиеле деген сөздер бар ғой. Сен қандайсың, балаң сондай өседі ғой. Көп сөйлейтін
ата ананың баласы көп сөйлейді. Сондай сабырлы байсалды ата ананың баласы сондай болады. Ол көшіреді ғой енді бала. Осындай жақтары бар. Сондықтан әсіресе мынау отбасын құруға дайындалып жүрген немесе жаңадан отбасын құрған адам бірінші кезекте мінезін жөндеуге тырысу керек. Мінезімен айналысу керек. Өйткені ол сен сол беліңдегі, сенің құрсағыңдағы баланың өзі сезіп жатады сенің мінезіңді. ұстаз енді көп қой қазір қоғамда көріп жатсыз ғой. Мен өзім қарап жатырмын да, шынымен де мінезге бәрі байланысты екен деп ше. Себебі өйткені екі адамның ара қатынасы жайлы сұрақ қойып жатырмын. Қазіргі таңда ажырасу көп, білесіз ғой, енді бір бірімен сыйыспай кетіп жатыр. Одан кейін артында бала қалады деген сияқты. Жараспай қалды деп айтып жатады. Иә, айтады болды, бірақ артында бала қалып жатады. Бұл баланың тағдыры бір кішкене сондай бір дүниелермен ойнап жатқан сияқтымыз. Сонда тек өзіміздің мінезіміз арқылы да, сонда мінез жеңіп кетіп тұр да бізде ше. Жаман мінездеріміз жеңіп кетіп тұр да. Сонда мына жақта өте үлкен құндылықтарымыз біздің өзіміздің балаларымыз, ұрпағымыздың жай ысырылып қойып жатыр да. Енді бала деп не үшін айтып жатырмын? Сіз жалпы көркем мінез болу үшін туа бітті мысалға солай мінез қалыптаса ма, или біздің өміріміздің жолдарымен, тәжірибемен, бір қоғаммен араласу арқылы осы көркем мінез қалыптаса ма? Мінез екі түрлі болады. Жақсы мінездің өзі екіге бөлінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде Абдулқайс деген ру тайпаның көсемін сахаба кісі ғой енді мақтайды. Сенің бойыңда екі қасиет бар, алла тағала сол екі қасиет жақсы көреді деп айтады. Оғай қасиет деген кезде біріншісі сондай бір байсалдылық, ұстамдылық, екіншісі әр нәрсенің артын бағу дейді. Бірден шешім қабылдап кетеміз ғой біз. Тоқта, ақырын бағайық, әліптің соңын бағайық дейді ғой. Не көрейік, аспа деп. Сол екі мінезінде алла тағала жақсы көреді дейді ғой. Сонда жаңағы сахабаның екінші сұрағы: Алланың елшісі, бұл екі мінез менің бойымда туа бітті бар ма? Жоқ әлде мен оны өзім таптым ба дейді ғой енді. Адамдармен араласу өмірлік тәжірибе нәтижесінде. Жоқ, бұл екеуі сенің бойыңда туа бітті бар. Туа бітті деп аударып отырмыз, бірақ енді жабалахумаллаху лак дейді. Алла тағала саған бұны бойыңа бітірді дейді. Енді Алланың бойына бітірді деген ол қайдан келеді? Текпен қанмен келеді ғой. Әкеңнің бойындағы мінез сол, шешеңнің бойындағы мінез сол, нағашыңның бойындағы мінез ғой, сол сенің бойыңа сіңіп тұрған. Көрдіңіз бе? Бірінші түрі осылай келеді. Ал екіншісін адам өзі жинайды. Ортасына қарай, араласқан, сол өскен жеріне қарай, айналасында қоғамға қарай, сол жұқтыра береді ғой, жаймен жақсы мінездерді, немесе жаман мінездерді. Сонда жаңағы отбасы мәселесіне не үшін қозғап кеттік, көркем мінез болудың маңыздылығын. Ол көп мінезді балаңа сен бойыңмен, қанмен бересің, ананың сүтімен келеді. Ал қалғандарын бала өзі өсе келе жинайды ғой өмірде. Осындай екі түрлі болады мінез деген. Біз енді бойымызға әртүрлі бір әдеттерді, мінездерді жинап жатырмыз ғой енді. Қазіргі қоғамда сол нәрселерді жинай отыра біз ізгі қоғамды мысалға құра алып жатырмыз ба? Қаншалықты құра алып жатырмыз ізгі қоғамды? Енді бұл мінездің айтып тұрық қой біз жаңағы негізгі көзі, қайнар көзі қай жақтан келетінін. Ол анау иманнан басталып тұр ғой. Жүректегі иман бүршік атып, солай бойға тарап, одан бойдан шуақ шашып айналаға мінез болып көрінеді ғой. Сол үшін қоғамды тәрбиелегіміз келсе, қоғамды жақсы жаққа бұрғымыз келсе, сондай бір ізгі, салиқалы қоғам құрғымыз келсе, ол бәрі иманға келу керек қой. Әйтпесе ол жаңағы пәленшенің жолы, түгеншенің жолы, мысалға кейбір елдерде өздерінің көсемдерін, Конфуцийді дейік мысалға, басқа да нелерді как идеология ретінде пайдаланады ғой мысалға. Сонымен өмір сүреді, соның концепцияларымен, мысалға принциптерімен өмір сүреді. Бұл бәрібір адамдікі болғаннан кейін адамның мүддесіне дейін жатты ары қарай шығып кетеді. Бұл өзінің жеме-жемге келген кезде, нақ сондай бір үлкен сынақтың алдына келген кезде сырып қояды оның бәрін. Ал Алланың бұйрығы болған кезде оған ғибадат деп қарайды ғой. Иманның талабы болған кезде оған дін деп қарайды ғой. Сондықтан адам ең бірінші иманға келу керек, иманын жөндеу керек қой. Иманымен айналысу керек, иманын күшейту керек. Сосын барып одан көркем мінез шығады. Ал енді иманнан алыс, дінмен тіпті алысып жүрген адамдар болатын болса, ол адамдардан көркем мінез күту қиын. Сондықтан біз түбімізге, негізімізге оралуымыз керек.
біздің ата бабамыздың барлығы мұсылман халық еді ғой. Кезіндегі жаңағы баяғы қазақтың бойындағы даналық, баяғы қазақтың бойындағы қасиеттер деген сол Құранның қасиеттері ғой. Сол осы иманның қасиеттері ғой. Иман 60 бірнеше тармақтан тұрады деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой. Иманды бір ағашқа теңетті, жеміс ағашына. Оның бұтақтарын бір бұтағы ұят, бір бұтағы жұмсақтық, бір бұтағы сабырлық деп мысалға осылай үлкен жеміс ағашы көркем мінездерден тұратын. Сол иман деп айтты ғой. Иманы бай адамның жаңағы бәйтерегі де бай болады да. Оның жемісі де мол болады. Ал иманы жұтаң сондай бір кедей адамның көркем мінезі кедей болады. Сондықтан сол иманға оралуымыз керек. Иманға берік болуымыз керек. Рахмет ұстаз, сұхбатымызға келгеніңізге рахмет. Құрметті Таным медиа арнасының тұрақты көрермендері, келесі кездескенше күн жақсы. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздер үшін дайындалатын керемет сұхбаттарымыз көп болсын. Рахмет.